Қарақалпақстан Республикасы өсімліктер карантины һәм қорғау агентлігінің Қоңырат районлық бөлімі инспекторлар тарапынан көшпелі лаборатория қанегелері менен райондағы фермер қожалықтарының ғалле һәм ғауаша атызларында фитосанитариялық мониторинг өткеріліп, өнімлерден үлгілер алынды һәм агентліктің көшпелі лабораториясында тексеруден өткерілді. Дәслеп қанегелер Қоңырат ауыл бұқаралар жиында жасаушы бұқаралардың қитақ жерлері меуелі бақ һәм ысықханаларында мониторинг өткеріп, өсімлік зиянкеслері һәм кеселіктеріне қарсы күресу бойынша өз ұсыныстарын берді. Қитақ жер иелерінің атызларында өсіп тұрған өнімлерден үлгілер алынып, лабораториялық тексерулер әмелге асырылды. Агентлік тарапынан әр түрлі өнімлердің зиянкеслері һәм кеселіктерінің алдын алу һәм оған қарсы күресу бойынша таярланған буклет һәм флайерлер тарқатылды. Міне өзімде тамарқа жерім бар, мына жерім 28 сотық. 2017 жылы алып едім, содан бері осы жерлерді міне келе қылып бақылдым. Ішінде әртүрлі өнімдерім бар. Міне помидорлар бар, 45 түптей алма меуе теректерім бар. 35 түптей жүзімдерім бар. Карантин агентлігінен адамдар келіп, біздің бағытымына анализ қылып жатыр, көріп жатыр, қай жерге құрт түскен нелерін. Солардан ұсыныс беріп жатыр. Қарақалпақстан Республикасы өсімдік карантині фитосанитар көшпелі лабораториясы Қоңырат районына келіп, Қоңырат ауыл бұқаралар жиындағы жасаушы бұқаралардың үй алды қитақ жеріндегі бақ һәм тамарқа жерлерінде лабораториялардан үлгілер алып тексерілді. Һәм бұл бойынша ауыл бұқаралар жиынның бұқараларға биолабораториялық химикалық ұсулардан пайдалану бойынша түсінік жұмыстары алып барылды. Көшпелі лаборатория қызметі арқалы әттегі шекара аймақларда да импорт һәм экспорт етіліп атырған ауыл қожалығы өнімлерін карантин тексерулерінен өткергенде зиянланған өнім хақында лаборатория шешімін көрсету имканияты жаратылды. Бұл болса, зиянлы организмлерді өз уақытында анықтау һәм мемлекетімізге кіріп келуінің һәм тарқалуының алдын алуда үлкен ахметке ие.